Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Қарындашыңды берші». Дай, пожалуйста, карандаш. Бүгінгі сабақта біз оқыған материал бойынша дұрыс ақпаратты табуды үйренеміз. Түстерді ажырата алуды үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке научимся находить нам нужную информацию из прочитанного материала. Научимся различать цвета на казахском языке. Жаңа сөздер тыңдаймыз, қайталаймыз, сөздікке жазамыз, жаттаймыз. Қайшы, ножницы, өшір, сатри, қи, отрежь, түрлі түсті, разноцветный, разноцветная, разноцветное, сурет салу, рисовать. Балалар, қайталаймыз. Қайшы, өшір, қи, түрлі түсті, сурет салу. Жақсы, сөздік дәптерге жазып алыңдар. Ребята, перепишите в словарь и не забудьте выучить их. Ребята, на предыдущем уроке мы проходили с вами цвета. Вы должны были их выучить. Давайте вспомним цвета. Назовите цвета. Бұл қандай түстер? Жақсы, хорошо, ребята. Я думаю, что вы справились с этим заданием. А теперь давайте вспомним притяжательное окончание. Менің қарындашым, мой карандаш. Сенің қарындашың, твой карандаш. Оның қарындашы, его, ее карандаш. Менің түрлі түсті қарындашым бар. У меня есть цветные карандаши. Мен карандашпен сурет саламын. Я карандашом рисую. Ребята, обратите внимание на притяжательные окончания. Менің карандашым, сенің карандашың, оның карандашы. Ребята, слово карандаш у нас твердое, поэтому к нему присоединяются твердые окончания. Он, Если было бы мягкое слово, то к нему бы мы присоединили мягкое окончание. Жақсы, балалар, келесі. Жаңа сөзді үйренейік. Мынау не? Бұл қайшы. Қайшымен не істейді? Қайшымен қияды. Мен қиямын. Сен қиясың. Ол қияды. Мынау не? Бұл қайшы. Қайшымен не істейді? Что делают с ножницами? Қайшымен қияды. Ножницами режут. Мен қиямын. Я режу. Сен қиясың. Ты режешь. Ол қияды. Он режет. Мен қайшымен қиямын. Я режу ножницами. Жақсы, балалар, қағазды қайшымен қи. Бумагу режь ножницами. Жақсы, балалар, енді бізде оқылым. Бірінші тапсырма 97-ші бет, мәтінді оқы. Тыңда. Мен дүкеннен түрлі түсті қарындаш сатып аламын. Қағазға сары қарындашпен күннің суретін саламын. Оны қайшымен қиямын. Көк қарындашпен аспанның суретін саламын. Жасыл қарындашпен жапырақтың суретін саламын.
қызыл қарындашпен гүлдің суретін саламын. Қарындаштарымды қаламсауытқа саламын. Мен дүкеннен түрлі түсті қарындаш сатып аламын. Я куплю в магазине разноцветные карандаши. А теперь, ребята, сами попробуйте перевести предложение. Айтылым енді. Үшінші тапсырма 98-ші бет. Сұраққа жауап бер. Кім не істейді? Ответь на вопросы, кто что делает. Ауша устно. Отправить голосовым сообщением учителю. Это задание вы мне отправляете голосовым сообщением. Келесі. Ал енді балалар, айтылым. Диалогты тыңда, прослушай диалог. Сенде түрлі түсті қарындаш бар ма? Иә, менде түрлі түсті қарындаш бар. Маған көп қарындаш берші. Міне ал. Саған қызыл қарындаш керек пе? Жоқ, маған қызыл қарындаш керек жоқ. Ребята, обратите внимание, когда мы даем утвердительный ответ, мы говорим «ия», «да». А когда даем отрицательный ответ, мы всегда говорим «жоқ». Например, «жоқ, маған қызыл қарындаш керек жоқ». Нет, мне не нужен красный карандаш. Сенде қарындаш бар ма? У тебя есть карандаш? Ия, менде қарындаш бар. Жақсы. Келесі. Жазылым. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Қарашаның 24-і маған қарындаш берші. Екінші тапсырма 97-ші бет. Әріптерден сөз құрап жаз. Из данных букв составь слова и напиши. Жақсы. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.